Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Ақбота. Бүгін бізде Back to School болады. Яғни мен сіздерге өзімнің алған Канс товарларымды көрсететін боламын. Ол үшін маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ал ендеше біз бастаймыз. Мен негізінде өзімнің каналымның шортсына салған болатынмын. Бұның барлығын егер де көрген болсаңыздар, бірақ мен осындай бір жеке видео шығарайын деп шештім. Мен ең алдымен осындай пеналдан бастағым келіп тұр. Мен осындай пенал алдым. Эстетично көрінеді және де осындай қызыл қара жолақтары бар. Өзінің түсі осындай розовый түсті. Мына жерінде еще жүректің несі бар. Ішіндегісін мен, кстати, алған жоқпын. Іші осындай. Өзі еще кішкентай. Егер де менің былтырғы Back to School'ымды көрген болсаңыздар, менде осыған ұқсас пенал болған. Осындай пенал болған. Егер де көрген болсаңыздар, екеуі бір-біріне ұқсайды. Мен негізінде сол себептен де алдым. Бірақ та бұл пеналдың іші осындай болып кеткен. Ескіріп кетті уже. Сол себептен де мен осы пеналды алдым. Содан соң мынадай пенал, мынау пенал кішкентай, ал мынау пенал кішкене үлкен, объемнылау. Бірақ та мына шетіне май тиіп, быт-шыты шықты. Сол себептен де мына пеналды алдым. Әйтпесе мына пеналда менде дақ пайда болды. Бұны қалай кетіретінін білмеймін. Егер де майды қалай кетіру керек екенін білсеңіздер, комментарийге жаза кетсеңіздер. Осындай смайлигі бар, және осындай замогы бар мінеки. А так бұл өте күшті пенал, маған өте қатты ұнайды. Тек қана осы жеріне май тиіп қалғаны болмаса. Мына жерде айтпақшы, мен ішінде заттары бар. Іші осындай астарымен бірге жасалған. Ал мына пеналда астары жоқ. Бұның ішінде менде осындай, мынаның үстіне қойып қояйын. Мен осындай калькулятор алдым. Менің әпшімде дәл осындай бар. Негізі мен кішкене басқашылығын қалаған болатынмын. Алайда тек қана осы болғандықтан осыны алдым. Өте кішкентай әрі түрі крекерге ұқсайды. Ұстағанға да өте ыңғайлы және де кішкентай ғана. Содан соң мен замазка алдым. Және де осындай ручкалар, сиясы көк. Және де осындай өздеріңіз білетін боларсыздар, мына шеті бізде бұл ручканың өшіреді. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Мысалы, мен қазір мына жерге жазамын. Жаздым. Қазір өшіреміз. Көріп жатқандарыңыздай кетіп жатыр. Осылайынан кетіреді. Жоқ болып кетті міне. Мен сол себептен де алдым демей ақ қояйын. Мен бұның негізінде мына суреттеріне, түріне қызығып алдым. ютубқа видео түсіргенге әдемі көрінсін деп алдым. Мынандай ластик. Барлық нәрселерім розовый, сондай түсті болып келе жатқандықтан осындай розовый өшіргіш алдым. Және де мына жақта қара ручкалар, және де қалам, осындай ұш шығарғыш. Және де осындай циркуль алдым. Ұш шығарғыш деген сияқты. Оның ішінде осындайлар бар. Өздеріңіз білетіндей циркульдің ішінде линейкалары бар. Мен негізі линейканы бөлек аламын деп ойлаған. Осында көріп қалғандықтан мен алмайдым. Циркульдің түсі маған өте қатты ұнады. Эстетичный дегенде милый болып көрінеді. Мен барынша сондай сияқты заттар алуға тырыстым, чтобы видео қызығырақ болу үшін және де әдемі көріну үшін. Мына жерде мен маркерлерімді қойып қойдым. Осындай маркерлер алдым. Ең алдымен мен осы маркерге қатты қызығып қалдым. Мынау 4 түсі какаобычный болады. Ал мына екеуі, мен осы екеуіне қызықтым десем де болады. Мен негізінде осы маркерді іздедім. Жоқ болғандықтан мен осыны алған едім. Кейін басқа магазинге кіріп қарағанда осыны көріп қалдым. Біз ол кезде уже мынаны алып қойған едік.
мынау эстетичный түстер, мыналар яркий түстер. Менде негізінде былтырғы осындай стикерлер бар. Осындай стикер алдым, кстати. Және де мен осындай дәптерлерге обложка алдым. Осындай блокнот алдым. Бұл менде осындай эстетичный десем де болады. Және де өзінің осындай қара ручкасы да бар. Айтпақшы, мен бұған уже осындай жабыстырып тастадым наклейкаларды. Мен сіздерге осындай видеолар салайын дегенмін. Қазір мен алған заттарымды мына жерде осы констоварларды жазғанмын, соларды қазір белгілейтін боламыз. Так, біз бұл жерде блокнот алдық, тетрадь общий алдық, карандаш алдық, ручки алдық, маркер алдық, калькулятор алдық, корректор алдық, пенал алдық. Мықты тағы да пенал деп жазып қойыппын. Болды, мен алған заттарымды, констоварларды жазып қойдым. Ал менің мына заттарым келсе, сіздерге видео салатын боламын. Ол заттарым менің әлі келмеді, жақын ортада келеді. Мен негізінде бұл мына блокнотты осы заттардан алдын алып қойғанмын. Сол себептен де мен мына жерге жазып қойдым. Осындай блокнот алдым. Милый әрі, мен осы жерінде осындай барларын алғым келген. Осылайынан ашса, осылай күшті. Осындай пәндік дәптерлер алдым. Барынша эстетичный өзіме алғым келді. Осылайынан нешеті музыка сияқты көрінеді. Және де осындай дәптерлер, жай дәптерлер. Айтпақшы, менде былтырдан қалып кеткен осындай дәптерлерім бар. Біразы қалып кеткен, оны осындай әдісқа салып қойғанмын. Давайте енді мен сіздерге осы жерге мини-обзорчик жасап кетейін. Мына жерде осындай кішігірім айна бар. Ал мына жерде менде осындай заттарым бар. Және де осындай менің комнатамда ілулі тұрған жапырақтарды осы жерге де іліп қойдым. Менде клей бар, осы жақын ортада алғанмын бұны да. Және де мына жерде жаңағы көрсеткен стикерлер, және мынандай өшіргіш. Мынау айна тоже, бірақ сынып қалған. Бірақ маған сырты өте қатты ұнайды. Мына жақта менде кисточкалар, краскалар, және де мына жерде скотчтар, двухсторонний скотчтар менде уже сондай қалды олардан. Барлығында мен клей жоқ кезде двухсторонний скотч өте көп қолдандым. Және де маркерлер, блокнот, және де, кстати, менде мынандай калькулятор болған. Мына жерде менде фломастерлер. Мындай Луиза Хейдің кітабы бар. Джон Кэхоның түйсігін мен ойларды кітабы бар. Мен бұны оқып жүрмін, ал мынаны мен әлі оқыған жоқпын. Қарайдар мен Қызылгүл деген кітап бар. Мұқағали Мақатаевтың кітабы бар. Және де 1001 ночь деген кітап бар. Және де мынандай ағылшын тілін дамытуға арналған менде орысша ағылшынша кітап бар. Осы үлкен кітап. Сол осындай менің заттарым осылайынан тұрады. Ал мына жақта менде шашылып жатыр. Мына жерде еще мен мусор пакет қойып қойғанмын. Мына жерге барлығын да реттестіріп қоямыз. Дәптерлерді мен алып кетемін. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода мен сіздерге Back to School өзімнің киімдеріммен мектепке арналған және де күзге арналған киімдермен оралатын боламын. Ол үшін сіздер маған лайк басып тіркеліп комментарий жаза кетіңіздер. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.